Айтылмаған әңгімелер каналына қош келдіңіз, тыңдарман. 3 күндік бақыт. Әкетай, мені кешіріңізші. Жүзіңізді жерге қараттым. Бұлай болуын мүлде қаламадым. Сеніңізші. Әлижан аң-таң болып қалды. Ақберен әкесінің алдына келіп басын төмен салды. Әкесі бойы өзімен теңесіп қалған ұлының демін сезіп тұрды. Оның жанарына үңілгенде өз көзін көргендей болды. Қалалық ішкі істер бөлімінен үйге дейінгі жол бойы машина ішінде бір ауыз сөз айтпаған ұлымен қалай сөйлесерін Әлижан жол-жөнекей ойлап келген еді. Шындығында бәрі кеше басталған. Күтпеген жерден жұмыс орнына інісі Садық кіріп келді. Өңі қуарып кеткен, жанары алаңдаулы. Тыныштық па інім, бала-шаға аман ба? Әлижанның өзін де белгісіз үрей биледі. Жеңгем телефон соқты. Ұлыңыз Ақберен бір баланы ұрып, жағын сындырып қойыпты. Қазір милицияда отыр. Жанжал үлкейіп кетпей тұрғанда біреуіңіз барып қайтыңыз, балаға обал болмасын, деді. Әлижанды суық тер басып кетті. Мен не айтам? 8 жылдан бері бір ретте көрмеген болсам. Қойыңызшы аға. Сіз баламен сөйлесуге емес, мәселені шешуге барасыз ғой. Таңнан бері тікен үстінде отырғандай күйдемін. Үйіңізге барайын десем, әйеліңіз біліп қойып ыңғайсыз болады деп ойладым. Меніңше тезірек жолға шыққаныңыз жөн. Біреуді жіберсек қайтеді. Әлде өзің? Жоқ аға, бұл басқаға тапсыра салатын шаруа емес. Әрине, мен де барар едім, өз бауырым ғой. Бірақ дәл қазір Ақбереннің тағдыры қыл үстінде тұр. Егер ол әкеме керек болмасам бостандықта жүргеннен гөрі түрмеде отырғаным жақсы десеші. Өтпелі кезеңдегі баланың жанын түсіну қиын, сондықтан өзіңіз барғаныңыз дұрыс. Садықтың сөзінен кейін Әлижан амалсыз жолға шықты. Ұлы мен қызын айтпағанда бұрынғы әйелі Камиламен бетпе-бет кездесуден де қорқып келе жатты. Сіздің кесіріңізден балаларым осындай болды деп жағасынан алсақ айтпек. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Камила оны арада 8 жыл өтпегендей жылы қарсы алды. Туған туыстың амандығын сұрап жағдайларын білісті. Әлижан оның аузынан ауыр сөз күтті. Алайда Камила болған оқиғаның мән-жайын ғана сабырмен баяндап берді. Ақберен негізі бұзақы бала емес. Сәл қызба мінезі бар. Оның үстіне бұл жолы өз үшін төбелескен жоқ. Камила оқиғаны асықпай айтып берді. Бір ауқатты отбасының баласы колледжге әкесінің көлігін мініп келіпті. Бір қарапайым отбасының баласы қызығып рұқсатсыз айдап шығып, ағашқа соғып алған екен. Содан топтағы жігіттер ақша жинап, көлікті жөндетіп бермек болады. Әкесінің алдында баланың жерге қарағанын қаламаған. Сол кезде бір жігіт шығып, бақаның бағы жұлдызға байланыпты ғой. Қалың мынау бола тұра, нектсе мінгің келіп кетті ме? Барда сұр есегіңді ақыртып мініп жүре бермейсің бе деп келемеждеген екен. Балалар оның аузынан ондай сөз жиі шығатынын айтып мән бермеген. Ал Ақберен шыдай алмапты. Барып жағасынан алып бір ұрғанда құсылатқан. Боксқа қатысатыны бар емес пе? Әлижан уақиғаның өзінен гөрі Камиланың Ақбереніңіз деп сөйлегеніне қатты таң қалды. Ақбереніңіз. Осы бір сөз жүрегін тілгендей болды. Бірақ көп ұзамай өзін сабырға шақырды. Шаруасын бітіріп баласын құтқару үшін ғана осылай сөйлеп отырған шығар. Ішінде қанша кек жатқаны бір өзіне аян. Қай әйел дәулеті тасып тұрғанда үстіне әйел алған алғашқы отбасын алдап тастап кеткен күйеуін кешірсін деп ойлады ол. Алайда дәл қазір өткенді қазып отыруға мұршасы жоқ еді. Уайымдамаңыз, бәрін шешеміз. Өлімнен басқасының бәріне амал табылады. Ол айтқан сөзінде тұрды. Ұлын алып шықты. Мәселені шешті. Бірақ үйге қайтар жолда көңілі бұрынғыдан бетер алай-дүлей болды. Әлижан бәрі шешілген соң бірден кетіп қалғысы келген, тіпті ұлын үйдің алдына келгенде
Бәрі жақсы болады, анаңа, қарындасыңа сәлем айт деп кері бұрылып кетуді де ойлады. Өйткені ол өзін бұл шаңырақта бөтен адамдай сезінді. 8 жыл. 8 жыл бойы іздемеген әке енді қандай бетімен төрге шығып дастархан басына отырмақ. Бірақ тағдыр оның жоспарын тағы өзгертті. Машинадан түскен Ақберен кенет тоқтап қалды да әкесіне бұрылды. Әкетай, мені кешіріңізші. Дауысы дірілдеп шықты. Сізді жұрттың алдында басыңызды иідіріп қойдым. Әлижан ұлының жүзіне қарады. Осы уақытқа дейін өзіне өкпелі, ренішті шығар деп ойлап келген баласының көзінен мүлде басқа сезімді көрді. Өкінішті, құрметті, сағынышты. Ол не айтарын білмей ұлын құшағына қысты. Ештеңе етпейді балам. Жастық шақта бізде қателестік. Адам кейде ашуға ерік береді, бірақ келесі жолы өзіңді ұстай біл. Егер сабыр сақтағаныңда бүгін анау ақымақтың алдында кешірім сұрап тұрмас едің. Ақберен көзін төмен түсірді. Маған кешірім сұрағаным ауыр тиген жоқ. Сіздей адамның мен үшін жалынғаны ауыр тиді. Әлижан үнсіз қалды. Сосын ұлының иығынан қақты. Әкелердің басы кейде баласы үшін иіледі, балам. Осы кезде үй жақтан жүгіріп шыққан қыздың дауысы естілді. Аға, әкетай! Бұл Шұғыла еді. Қыз жүгіріп келіп екеуін бірдей құшақтап алды. Сол сәтте Әлижанның бойын түсініксіз сезім биледі. Ол екі баласын қатар құшақтап тұр. Өз балаларын. Бірақ дәл қазір мұның бәрі түс секілді көрінді. 8 жыл бойы сырттай ғана естіп жүрген ұлы мен қызы міне қасында тұр. Садығанда санда олардың жағдайын айтып тұратын, Ақбереннің өскенін, Шұғыланың бой жетіп келе жатқанын, Кәмиләнің қиындыққа мойымағанын. Бірақ есту басқа да көру басқа екен. Бәрі бітті ме, әкетай? Ағамды босатты ма? Иә, қызым, Құдайға шүкір, бәрі жақсы аяқталды. Шұғыла қуанып кетті. Онда үйге кіріңіздер, анам күтіп отыр. Дастархан басында да Әлижан өзін жайсыз сезінді. Ал Шұғыла керісінше көптен күткен қонағы келгендей бәйек болды. Әкетай, мына салатты өзім жасадым, дәмін көріңізші. Мына тәттіден алыңызшы. Шайыңыз суып қалыпты. Қыздың әр сөзінен әкеге деген сағыныш сезіліп тұрды. Кәмилә да үнсіз ғана бақылап отыр. Бір кезде Шұғыла мектептен кейін түрлі үйірмелерге қатысып жүр. Алдымен тігіншілікке барды. Қазір аспаздыққа қатысады, деді жай ғана. Жақсы екен. Әлижан басқа не айтарын білмеді. Іші алай-дүлей болып отыр еді. Осы уақытқа дейін балалары өзін жек көретін шығар деп ойлаған. Ал мына дастархан басында оған ешкім өкпе айтқан жоқ. Керісінше бәрі оны өз адамындай қарсы алып отыр. Бұл мейірім оның жанын бұрынғыдан бетер қинап жіберді. Көп ұзамай Ақберен де жуынып келді. Палау тартылды. Бірнеше минуттан кейін дастархан басындағы ауыр үнсіздікті Ақберен бұзды. Әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Бәрі оған қарады. Анам палау жасаса, тағы да палау ма деп мұрнымды шүйіретін едім. Ал кеше милицияда отырғанда көз алдыма осы палау келе берді. Үйге барсам бір табақ палауды жалғыз өзім жеймін деп армандадым. Оның сөзіне бәрі ду күліп жіберді. Тіпті көздеріне жас келгенше күлді. Сол күлкімен бірге үй ішіндегі мұзда ерігендей болды. Ал Әлижан ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін отбасының ортасында отырғандай сезінді. Кешкі ас аяқталған соң үй іші біртіндеп өз қалпына түсті. Шұғыла ыдыс аяқты жинастырып жүріп те әкесіне қайта-қайта көз тастап қояды. Бейнебір ол кетіп қалып, бұл көргендерінің бәрі түс болып шығатындай қорқатын секілді. Ал Әлижанның өзі де дәл осындай күйде еді. Ол балаларына қараған сайын жүрегін өкініш қысып бара жатты. 8 жыл. 8 жыл бойы олардың балалық шағы өтіп кеткен. Ақберен жігіт болыпты, Шұғыла бой жетіп қалыпты. Ал өзі ше.
өз қолымен жоғалтқан бақытының алдында үнсіз отыр. Сол түні ол інісі Садыққа телефон соқты. Иә, Садық, бәрі жақсы, мәселе шешілді. Арғы жақтан әлденелер сұралды. Жоқ, бүгін қайтпаймын, 1-2 күн осында болам. Сәл үнсіз қалды. Үйдегілерге өзің бірдеңе деп қоярсың. Телефонды қойған соң ұзақ уақыт қозғалыссыз отырды. Ал Камиляның жүрегі бұл сөздерді естігенде біртүрлі жылып сала берді. Бірақ сыртқа сыр шығармады. 8 жыл бұрынғы Камиля болса, бәлкім қуаныштан жылап жіберер ме еді. Қазір ол сабырды үйренген, күтуді үйренген, жоғалтуды да үйренген. Түн ортасы ауғаншақ балалар ұйықтап қалған. Аула іші тып-тыныш. Камиля айванда жалғыз шай ішіп отырған. Сәлден кейін сыртқа Әлижан шықты. Балалар ұйықтады ма? Иә, біразға дейін сыбырласып жатты да кейін ұйықтап қалды. Камиля оған шай құйып берді. Араларында үнсіздік орнады. Ақыры Әлижан: "Бір-біріне қатты бауыр басып қалыпты", деді. Иә, тағы үнсіздік. Бұл үнсіздік Әлижанға бұрынғыдан да ауыр тиіп бара жатты. Өйткені осы үнсіздіктің астарында 8 жылдық өкініш жатыр еді. Кенет ол шыдай алмай кетті. Камиля, үндемей отырмашы, бірдеңе айтшы. Камиля таңырқай қарады. Не айтайын? Ұрыссаңшы, айыптасаңшы, неге үндемейсің? Камиля кесесін жайлап үстелге қойды, сосын сабырлы үнмен сөйледі. Сізден не үшін кек алуым керек? Әлижан абдырап қалды. Мен сендерді тастап кеттім ғой. Ол үшін сіз Алланың алдында жауап бересіз, менің алдымда емес. Әлижан үнсіз қалды. Камиля көзін алысқа тікті. Білесіз бе? Мен әкесіз өстім. Дауысы баяу шықты. Әке деген сөзді толық сезініп үлгермедім. Әкенің мейірімін көрмедім. Сондықтан балаларымды тірі әкесінен айыруға дәтім бармады. Әлижан басын көтеріп қарады. Камиля сөзін жалғастырды. Иә, сіз маған қиянат жасадыңыз, бірақ ол үшін балалар неге жапа шегу керек? Олар әкесін жек көріп өссе, ұтарым не? Жүректерінде жара қалса, мен бақытты болам ба? Әлижанның тамағына өксік тығылды. Ал Камиля алғаш рет ішіндегі шындықты айтып отырғандай еді. Сондықтан мен оларға сіз туралы жаман сөз айтпадым. Айта алмадым. Неге? Өйткені баланың жүрегінен әке деген ұғымды жұлып алу, оның жанына жазылмас жара салумен бірдей. Әлижан көзін төмен түсірді. 8 жыл бойы өзін жек көріп жүрген шығар деп ойлаған әйел дәл қазір оның алдында бұрынғыдан да биік болып көрінді. Ол ақырын ғана: "Кешірші мені, Камиля", деді. Камиля жауап бермеді, тек аспандағы жұлдыздарға қарап отырды. Ал сол түні Әлижан алғаш рет өз өмірінде нені жоғалтқанын анық түсінді. Өмір бойы іздеген бақыты байлықта да, атақта да емес екен. Ол дәл осы шағын аулада, балаларының күлкісінде, жылдар бойы өзіне жамандық тілемеген әйелдің жүрегінде қалған екен. Сол түні Әлижан кірпігін де іле алмады. Ауладағы әңгіменің әр сөзі қайта-қайта ойына орала берді. Баланың жүрегінен әке деген ұғымды жұлып алу, оның жанына жара салу. Камиляның осы сөзі құлағында жаңғырып тұрды. Ол өмірінде талай адамды көрді, байларды да, кедейлерді де, ақылдыны да, айласасқанды да кездестірді. Бірақ дәл осындай кең жүректі адамды бұрын соңды көрмегендей күй кешті. Өзі болса, бақытты отбасының қадірін біле алмады. Бір сәттік нәпсіге еріп, ең қымбат жандарынан айырылып қалды. Таңертең ол ерте оянды. Аулаға шыққанда Камиляның қазірдің өзінде жұмысына кірісіп кеткенін көрді. Ошақтағы шайнек қайнап тұр. Гүлдерге су құйылған, тауықтар жемделген. Үйдің іші де сырты да тап-тұйнақтай.
Камила оны байқап қалып, жай ғана басы изеді. Қайырлы таң, қайырлы таң. Сол кезде үйден Шұғыла жүгіріп шықты. Әкетай, оянып кеттіңіз бе? Қыздың қуанышы шынайы еді. Ол келіп әкесінің қолынан ұстап алды. Бүгін ешқайда кетпейсіз ғой? Әлижан қызының жүзіне қарады. Бұл сұрақтың артында қанша сағыныш жатқанын түсінді. Жоқ, қызым, бүгін осындамын. Шұғыла мәз болып қалды. Онда бүгін сізге қаланы көрсетеміз. Оның артынан Ақберен де шықты. Әкетай, түстен кейін футбол алаңына барамыз. Менің ойнағанымды көресіз. Әлижан үнсіз бас изеді. Жүрегі тағы да шым ете қалды. 8 жыл бойы ол баласының бірде-бір ойынын көрмепті. Қызының бірде-бір жетістігіне куә болмапты. Сол күні Әлижан үшін ұмытылмас күндердің біріне айналды. Ол Ақберенмен бірге футбол алаңына барды. Ол оның достарымен танысты, Шұғыланың тігіп жүрген бұйымдарын көрді. Қызының қуана-қуана көрсеткен әр дүниесі оның жүрегіне ине болып қадалып жатты. Мынаны былтыр үйрендім. Мынау жарыста алған мақтау қағазым. Мына көйлекті өзім тіктім. Ал Әлижан олардың өміріндегі осы сәттердің еш қайсысында болмаған. Қуаныштарына да, мұңдарына да ортақтаса алмаған. Кешке қарай балалар тағы да әкелерінің жанынан шықпай қойды. Бір кезде Шұғыла кенет: Әкетай, сіз тағы кетіп қалмайсыз ба? Деп сұрады. Үй іші бір сәтке тына қалды. Ақберен де әкесіне қарады. Камила үнсіз отырды. Ал Әлижанның жүрегі шымырлап кетті. Ол қызының басынан сипады. Жоқ, қызым. Бірақ даусының өзінде сенім аз еді. Өйткені алыста тағы бір отбасы бар, тағы бір тағдыр бар, тағы бір жауапкершілік бар. Соны ойлаған сайын жүрегі екіге айырылып бара жатқандай болатын. Ал дәл осы үйде отырған 3 адам оның кетпеуін тілеп отыр еді. Сол түні Әлижан ұзақ уақыт жалғыз отырды. Ол алғаш рет өмірінде таңдау жасаудың қаншалықты ауыр екенін сезді. Бір жағында өткеннің қателігі, екінші жағында бүгін қайта тапқан бақыты, ал тағдыр оған екеуін бірге алып жүруге мүмкіндік бермейтіндей көрінді. Түн ұзақ болды. Аула іші тым жым-жырт. Әлижанның көкейіндегі ойлар тыныштық берер емес. Ол түн қараңғысын жамылып жалғыз отырып өткен өмірін көз алдынан өткізді. Бір кезде қолында бар бақтың қадірін білмеді. Отбасының жылуын күнде көрген соң ба, әлде нәпсінің буына мастанды ма, әйтеуір бәрі мәңгі осылай жалғаса береді деп ойлаған. Бірақ өмір ешкімге мәңгілік ештеңе бермейді екен. Қадірлемегеніңнен айырады екен. Енді міне, 8 жыл бұрын өзі тастап кеткен шаңырақтың табалдырығында отыр. Ал бұл үйдің адамдары оған бөтенсімей, қайта құшағын ашып қарсы алды. Осы мейірім оның жанын одан сайын қинай түсті. Таң ата салысымен ол шешім қабылдады. Камила аулада жүрген. Әлижан оның жанынан келді. Камила? Әйел бұрылып қарады. Айтыңыз. Әлижан біраз үнсіз тұрды. Айтар сөзін жинақтай алмай қиналды. Мен балалардың қасында қалғым келеді. Камила көзін тайдырмастан қарап тұрды. Бұл сөзді маған емес, өзіңізге айтуыңыз керек шығар. Жоқ, мен шын айтып тұрмын. Камила ауыр күрсінді. Әлижан, адам тек жүрегінің қалауымен өмір сүре алмайды. Бірақ мен енді оларсыз өмір сүре алмаймын. Ал басқа отбасыңызшы? Бұл сұраққа Әлижан бірден жауап бере алмады. Камила оның жүзіне ұзақ қарады. Бір кезде біз де сіз үшін отбасы едік. Әлижан үнсіз қалды. Мен сізді кінәлап отырған жоқпын, бірақ бір әйелдің көз жасын сүртемін деп, екіншісінің көз жасына себеп болмаңыз. Бұл сөздер оның жүрегіне ауыр тиді, өйткені шындық еді. Түске таман Камила жолға жиналды. Әлижан алғашында қарсы болды. Бармай-ақ қойшы. Баруым керек. Не үшін? Себебі мен де әйелмін. Камила осыны ғана айтты. Бірақ осы бір ауыз сөздің өзінде қаншама мағына жатқан еді.
Ол өз бақыты үшін басқа бір әйелдің қайғысын көбейткісі келмеді. Өзі 8 жыл бойы тартқан азапты басқа жанға тілеуге дәті бармады. Жол бойы Камиляның көңілі алай-дүлей болды. Кейде өзін жеңімпаздай сезінді, кейде керісінше жеңілгендей көрінді. Кейде жүрегі қуанды, кейде көзінен жас ыршып кетті. Өйткені ол бара жатқан үйде өз тағдырының күл талқанын шығарған әйел тұратын. Бірақ арада 8 жыл өткен еді. 8 жыл адамды өзгертетін уақыт. Текті де, ашуды да қажытатын уақыт. Қақпа алдына келгенде жүрегі қатты соқты. Бірнеше секунд қоңырауды басуға батылы жетпей тұрды. Ақыры қолын созды, ар жақтан аяқ дыбысы естілді. Кім? Есік ашылды. Екі әйелдің көзі түйісті. Камиля үнсіз қалды. Ал қарсы алдында тұрған әйелдің жүзі күрт өзгеріп кетті. Ол бірден таныды. Жылдар өтсе де таныды. Келіңіз. Дауыс әрең шықты. Камиля ішке кірді. Аулаға көз жүгіртті. Жаңа үй, жаңа тіршілік, жаңа тағдыр. Бір кезде осының бәрі өз өмірінің орнына келгендей көрінген. Ал қазір бәрі басқаша еді. Көп ұзамай үйден екі кішкентай қыз жүгіріп шықты. Сәлематсыз ба, апай? Камиля селк етіп оянғандай болды. Амансыңдар ма, айналайындар? Қыздардың жүзіне қарады. Пәк, бейкүнә, ешқандай кінәсі жоқ балалар. Сол сәтте оның жүрегіндегі соңғы өкпе де еріп кеткендей болды. Камиля қарсы алдында отырған әйелге ұзақ қарап қалды. Бір кездері оны сырттай қанша елестетті десеңші. Бақытты шығар деп ойлады. Өзінен әлдеқайда сұлу шығар деп те ойлады. Өмірі ертегідей болып жатқан шығар деп ойлады. Ал қазір қарсы алдында отырған әйелдің жүзінен қуаныштан гөрі мұң басым екенін байқады. Көзінің астында шаршаудың ізі бар. Жымиғанымен жанары күлмейді. Өмір оны да аямаған секілді. Әйел шай әкеліп қойды. Біраз уақыт екеуі де үнсіз отырды. Ақыры үй иесі тіл қатты. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір. Балалар аман ба? Аман. Тағы үнсіздік. Екеуі де әңгімені неден бастарын білмей отыр. Соңында Камиля өзі сөз бастады. Мен сізге ренжіп келген жоқпын. Әйелдің жанары дір ете қалды. Білем. Шын айтам, реніштің уақыты өтіп кеткен. Қарсы алдында отырған әйелдің көзіне жас үйірілді. Мен сізден кешірім сұрауға да лайық емеспін. Камиля басын шайқады. Өткен өтті. Жоқ. Кейбір нәрселер ешқашан өтпейді. Осы кезде әйелдің дауысы үзіліп кетті. Камиля алғаш рет оның да жүрегінде жазылмаған жара барын сезді. Біраздан кейін әйел баяу сөйлей бастады. Сіз білесіз бе? Алижан соңғы жылдары бұрынғыдай емес еді. Камиля үнсіз тыңдап отырды. Үйде отырса да ойы басқа жақта болатын. Балаларына қарайды да ұзақ ойланып қалады. Кейде түн ішінде сыртқа шығып кететін. Мен түсінбейтінмін. Қазір түсіндім. Ол сіздерді ұмыта алмапты. Камиляның жүрегі шым ете қалды. Бірақ мен де оны жақсы көрдім. Әйелдің көзінен жас сырғып түсті. Қазір де жақсы көрем. Камиля төмен қарады. Ол бұл әйелге ашулана алмады. Өйткені алдында жау емес, тағдырдың тағы бір құрбаны отыр еді. Сәлден кейін Камиля орнынан тұрды. Мен қайтайын. Әйел де орнынан көтерілді. Алижан қайтпайым деп жатыр. Камиля ауыр күрсінді. Қайтады. Сіз соны қалай сабырмен айтып тұрсыз? Камиля жымиғандай болды. Өйткені ол жерде екі кішкентай қыз күтіп отыр. Әйелдің ерні дірілдеп кетті. Мен 8 жыл күттім.
Енді сіз күтпеңіз. Осы сөзден кейін екеуі де жылап жіберді. Бірі күйеуінен айырылған әйел, бірі күйеуін қайта тапқан әйел. Бірақ дәл сол сәтте екеуі де тек ана еді. Балаларының бақыты үшін бәріне төзуге дайын аналар. Үйден шыққан соң Кәмила бірден Әлижанға телефон соқты. Алло? Әлижан аға? Иә, Кәмила, қайтыңыз. Арғы жақ үнсіз қалды. Мен қайтпаймын. Қайтасыз. Жоқ. Қайтасыз. Әлижан аға. Даусы жұмсақ шықты. Менің балаларымның қанаты қатайып қалды. Ұшып кетпейді. Ал сіздің үйіңізде әлі қанаты қатпаған екі балапан отыр. Олар да әкесінің мейіріміне мұқтаж. Тұтқаның ар жағынан еш дыбыс шықпады. Кәмиланың көзінен жас тоқтаусыз ағып жатты. Бір кезде балаларым әкесіз өсті. Енді басқа балалар сол күйді кешпесін. Осы сөзді айтқанда даусы мүлде дірілдеп кетті. Қайтыңыз. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Ал Кәмила көкке қарап күбірледі. Құдайым, осы жолы да маған сабыр бер. Оның қолынан келгені осы ғана еді. Махаббаттан да биік нәрсе бар болса, ол мейірім еді. Әңгіменің соңы. Мумин ва муслималар парақшасынан. Аударған Салтанат Темірбайқызы. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.